берейін достар. Сіздермен бірге Қытай тауарлары каналы. Бүгін біз AliExpress сайтынан келген осы посылкаларды ашып көретін боламыз. Бұл жерде 5 посылка бар. Сонымен бастаймыз. Мына посылкаларды ең бірінші ашпастан бұрын айтарым достар. Егер де сіздер AliExpress сайтынан тапсырыс, әртүрлі тауарлар тапсырыс беретін болсаңыздар, онда сіздерге EPN кэшбэк сервисін қолдануға кеңес беремін. Бұл EPN кэшбэк сервис сіз AliExpress'тен алған заттарыңыз 15% ақшаңызды үнемдеп қала аласыздар. Егер де осы EPN сервис не қосылғанын келсе, осы видеоның астында сілтемесі болады. Ал енді посылкаға шығуға бастаймыз. Достар, ең бірінші мына жерде 5 посылка. Ең бірінші біз мына кішкентай мелкий пакеттерден бастайық. Мына үлкенін ең соңына қалдырамыз. Сонымен бастаймыз. Бұл посылка жеңіл. Менің ойымша бұның ішінде USB переходник бар сияқты. Достар, бұл USB переходник сіздер бұл менің бұрынғы алдыңғы видеоларымда көрген шығарсыздар. Мен бұда қызығып, тағы біреуін тапсырыс берген болатын. Міне дәл бұл да дәл сондай, ешқандай айырмасы жоқ. Ақ түсті телефон қапталатын жаңа наушник тығып, өзіңіз видео қарап, музыка тыңдай аласыздар. 2 адам болып. Жақсы, переходник сілтемесін төменде қалдырамын. Келесі посылкамыз бұл да жұқа. Бұл посылкамыз мынандай подшипник. Енді бұл айналдырғанға қарағанда бұл подшипник неге керек екен біліп тұрған шығарсыздар іштеріңізден. Және бұл подшипникке қатысты тағы бір товар болады бұның ішінде. Келесі товар. Міне мынандай спиннердің корпусы. Подшипникпен корпусты қосқанда міне спиннер жасап шығаруға болады. Менде дәл қазір спиннер жасап аламын. Подшипнигі бар, бұның үшін тазалаймын. Мына жанында училитель дейді, ауыр салмақ қосатын. Бұлар да бар. Қара түсті, жақсы. Бұның егер де ұнаса, сілтемесін төменде қалдырайын. Ішінде ештеңе жоқ. Келесі тауарымыз. Бұл тауарымыз балыққа шығатын балықшыларға, сондайларға арналған тауар. Бұны мен арқылы менің досым тапсырыс берген болатын. Міне ішінде мынандай балыққа арналған, міне крючок дейді. Қармақ, мынандай қармақ. Қазір ашып көреміз. Бұның ішінде 100 штука болады. Өздері мынандай өте кішкентай. Осындай кішкентай болып кетті, бірақ кішкентай болғанмен өте өткір бар. Сондықтан абайлап ұстау керек. Егер де сізде бұндай тапсырыс берсеңіздер сілтемесін төменде қалдырамын. Сонымен келесіге көшейік. Міне біз мына 4 посылканы ашып тастадық. Енді ең соңғысы, ең қызықты посылканы ашамыз. Ең соңғысы үлкен. Бұның ішінде не бар деп ойлап тұрған шығарсыздар, қазір бірге көреміз. Менің бұрында заказ беріп жүрген посылканың ең үлкені мынау. Міне іші. Мұндай қағаз деп бар екен. Бізге 5 жұлдызшы звезды қойыңыз деген. Міне тауардың өзі бұл.
жақсы, упаковкасы жақсы, өте жақсы деп тұрған. Өзім таңқалып тұрмын. Мыналардай ешқандай бұл тауарларда ешқандай жай бағасы аз болғандықтан ешқандай не болмайды бұларда. Упаковкасы өте жақсы емес. Маған енді жақсы упаковка қойылған. Бұл қымбат тұратын товар. Ашып көрейік. Упаковкасы өте жақсы. Ашудың өзі қиынға түсіп жатыр. Сатушы мынандай өткізіп керек, соны аяған екен. Бұны міне бастырлатып алу, егер де ұнаса. Тауарымыз кішкене мындай майысып келген екен, бірақ енді ішіндегі нағыз бар. Бұзылмаған деп ойлаймын. Міне ішіндегі тауар бұл, міне осындай массажер дейді. Қолыңыз қойып арқаға, мойынға былай қатты келмейді. Бұл арқаға болмаса, арқаға міне осылай массаж жасаңыз болады. Басында міне мынандай тастары, тас емес кешіңіздер, бұл осындай темірлері бар. Мына жерінде 3 шуруппен бекітілген. Бұлай ешқандай пластик, жай қарапайым. Бұлай жақсы, өз бағасына тұрады. Барлық жері айналып тұр. Енді бұны жасап көреміз, пайдаланып. Жақсы екен, тез бұзылып қалмай ма екен. Өте өз бағасына тұрады. Бұны мен өзім үйге тапсырып берген болатынмын. Достар, енді міне бүгінге осы. Бүгінге келген мына тауарларымызды көрсетейін. Айтатын. Міне массажер, мына переходник тағы бір. Мына корпус спиннерге арналған. Мындай подшипник. Мындай және де крючок. Қармақ дейік. Қармақ. Ішінде 100 штугы болады. Бүгінге осы, достар. Егер сіздерге осы посылка осы видео ұнаса, онда осы каналға жазылып, Қытай тауарлары каналына жазылып, видеоға лайк басып, төменге жақсы позитивный комментарияларыңды жазыңыздар. Мен барлық комментарияларды оқимын, жауап та беремін. Бүгінге осы, сау болыңыз.